Marjorie and Margie were born of the same mother and father on the same day of the same month at the same hour, and yet they are not twins. Ленард Младино мынадай бір қызықты жұмбақты ортаға тастайды. Маржори және Маргари деген екі қыз бар деп ойлаңыз. Екеуі бір ай, бір күн, бір сағатта дүниеге келген. Ата-анасы да бірдей. Бірақ егіз емес. Сонда бұлар қандай жағдайда туылған болуы мүмкін? Енді бұл жұмбақ сіздің серпімді ойлау қуатыңызды өзіңіз тексеріп көруге пайдалы. Алдымен және бір әңгімені айтайын, сосын жұмбақтың шешімін айтып беремін. Ассалаумағалейкум, құрметті кітап сүйер көпшілік. Мен бүгін сіздерге және де Ленард Младиноудың «Ластик» атты кітабындағы өзімді таң қалдырған, тамаша бір түсініктерге кенелткен ең жаңа ірі идеяларымен ортақтаспақпын. Қазір неге бір бұрынғыдай керемет шығармалар сирек жазылатын болып кетті? Шығармашыл топ құрап жатыр. Қарасаңыз, әннің өзі солай сұйылып бара жатыр. Ұсақ әндер көбейіп кетті, той әндері көбейіп кетті. Бұрынғыдай асқақ бір ән шығармашылығының өзі артқа кетіп бара жатқан сияқты. Осыған сірә себеп не? Қазір қарасаңыз, жаңағы жазушылардың, сценаристердің немесе музыканттардың білімі жағынан кенде емес. Не бір докторлық, не бір соның мамандығын бүкіл кітаптарды тоздырған адамдар отыр. Бірақ олардан бір үлкен таң қалдырарлық, адамның жүрегін тербейтін жаңа туындылар шықпай жатады. Жүректен шыққанда ғана жүрекке жетеді деген сөз бар. Не үшін қазіргі шығармалардың көбі жүрекке жетпей жатыр? Соның жауабын мен осы «Ластик» атты кітаптан және Ленард Младиноудың лекцияларын тыңдағаннан кейін түсінгендеймін. Әдетте лампы тапқырлаумен өлең жазу ұқсай ма сіздер? Көп адамдар мүлде ұқсамайды деуі мүмкін. Бірақ олардың тек мазмұны ғана ұқсамайды. Іс жүзінде лампы тапқырлауда, өлең жазуда адамның шабытына, шығармашылығына байланысты. Бір жоқтан бірдеңені табу деген сөз. Мәри деген қыз болыпты. Ол кезде телефон жоқ, телевизор жоқ кез болса керек. Қыз жігіттердің барлығы өзара кеште үрейлі әңгіме айтып көңіл көтереді екен. Сонымен уақыттарын өткізеді. Үнемі кеште басқалар әдемі өзінің ойдан шығарған жасампаз жаңа әңгімелерімен ортақтасып отырады. Бірақ Мәрида ешқандай бір жаңа идея, өзгеге ұқсамайтын шығарма дүниеге келмейді. Айтып беретін ондай ештеңе табылмайды. Содан ол жабырқайды, көңілсізденеді. Басқалардан өзін төмен санай бастайды. Сөйтіп бір күні ұйықтап жатса, түсінде бір елес пайда болады. Ол тіпті маңайына келіп отырғандай, оған өзінің кешірмелерін айтып бергендей болады. Тұрады да, мен таптым деп айғайлайды, және оны достарына айтып береді. Ол өте қорқынышты әңгіме болып шығады. Кейін бұны Франкстан деген кітап қылып шығарады. Дүниеге әйгілі Франкстен кітабы осылай шыққан екен. Бұл Мәри деген қыз Мәри Шелли деген атақты жазушы еді. Ендеше осы бір шабыттың төркіні қайда жатыр? Шабыт дегеніміз ағылшынша inspiration, орысша дығытнавание деп аталады екен. Ал шабыт қалай пайда болады? The human brain is an idea machine. On the unconscious level, a level that you're not even aware of, your brain is constantly making associations and coming up with ideas. Ленард Младиноудың түсіндіруінше, адамның миы әдетте екі түрлі формада жұмыс істейді. Бір аналитикалық, талдау жасау формасында, енді бірі эластик, серпімді формада. Адамның миының өзі бір ойлау машинасы сияқты. Ол сіз демалған кезде де сол жұмысын жалғастырып тұрады. Адам миында әдетте мөлшермен 86 миллиард нейрон бар дейді. Сіз демалған кезде де сол нейрондар өзара жалғанып жатады. Екі керекті нейрон бір-біріне дәл жалғанған кезде кетіп жаңа идея барлыққа келеді. Жаңа тапқырлық, жаңа ой барлыққа келеді. Inside this region that connects to the amygdala and dye them green. Міне осы барысты біз адамның серпімді ойлауы деп атаймыз. Сондықтан әдетте ақындар көп айтатын болу керек. Бір өлеңді ойланып, заказбен, тапсырыспен келсе жаза алмайды. Младинов айтады, егер шығармашылық ақша үшін болса, онда одан жарыған өнім шықпайды дейді. Ақша қозғаушы күш бола алмайды дейді.
Ол тек жүректен келетін шабыт. Жүректен шыққанда ғана жүрекке жетеді. Сондықтан оған көп мөлшерде ішкі дайындық керек екен. Қазір неге жасампаздық әлсіреп кетті дегенде, когнитивный фильтр деген сол адамның миында өзінің талдау жасау қабілетіне ғана сүйеніп, миды үнемді пайдаланатын бір құрылғысы адамды ұстап тұрып қалады екен. Енді біз ақындарды, жазушыларды түсіне бастаймыз. Неге көп ақындар ішкілікке салынып кетеді? Өйткені спирт сол когнитивті фильтр, адамның миын ұстап тұратын, мына тіршілікті, күйбеңді ойлатып тұратын фильтрді азайтып, жасампаз ойлауына орай жаратады екен. Сол құрсаудан шығарып, адамның ой жүйесін бұлқынысты, серпімді ойға салады екен. Содан адамда шығармашылық мүмкіндігі күшейеді. Сондықтан кейбір шығарма адамдарының ішімдікке беріліп кететін себебі де сол екен. Ал бұнда қандай ғылыми астар жатыр? Есімізде болар, тарихта Архимедтің ваннасы деген нәрсе бар. Архимедке патша бұйрық түсіреді, өзінің тәжін, алтын тәжін өлшеу керек, коронаны өлшеу керек. Оның нақ таза алтыннан жасалғандығын, әлде күміс қосылып, басқа металдар қосылып жасалғандығын білу керек. Сонда формасы өзгермейтін, қайтадан ерітуге келмейтін, басқалай өлшеуге келмейтін алтынның тығыздығын қалай білуге болады? Бұны ойлап, Архимедтің басы қатып кетеді. Содан ол ваннада демалып жатқан кезде бір идея бұрқ етіп ойына келеді. Ваннаға өзі түскен кезде ығысқан су бойынша, сол судың көлемі бойынша өлшеу керек екен ғой деп жүгіріп шығып, ақыры соны өлшеп шығады. Бұндай ғалымдар өмірде жетерлік. Көп идеялардың, көп жаңалықтардың барлығында адам бір демалған кезде пайда болады екен. That I have to solve this physics problem or write this chapter or these pages and be done by 1. I know that at 1 o'clock I'm going to have to leave and I'm going to not like it if I didn't get anywhere. But what I need to be imagining... Миладинов айтады, егер бір нәрсені ойласаңыз, 10 минуттай бар назарыңызды салып ойлаңыз дейді. Санаңызды фокустап тастаңыз. Сосын миыңызды сәл демалтыңыз дейді. Ал енді жаңағы арақ шарап ішімдіктерде сол демалту эффектін сыйлайды адамға. Демалтқандай болады, миды құрыстаудан арылтады. Бірақ адамды құмартқыза бастайды, оның басқалай кері әсері, денсаулыққа зияны да өте көп. Өлең үшін арақ ішіп, шабыт шақырат деген сылтауды тауып жүрген адамдардың әрине шығармашылық ұзаққа бармайды дейді. Ол тәсіл адамға білім алуға мүмкіндікті өте аз сыйлайды. Назар шоғырландыруға мүмкіндікті аз сыйлайды. Егер сізде жеткілікті білім болмаса, онда шабыттың келгенімен оны істете алуыңызды екіталай. Сондықтан шабыт білімді адамға қонған кезде бақ боп қонады. Білімсіз адам оның еш уақыт қадірін білмейді. Миладиновтың ұсынатыны. So that's really important in approaching things from a new point of view is to have this relaxed approach. Relax your mind дейді. Миыңызды демалт дейді. Ал миды қалай демалту керек? Ол meditation деген тәсіл ұсынады. Медитация. Медитация дегеніміз не? Ол мына табиғатты көру, серуендеп жүру, ваннаға жату, жалпы көзіңізді жұмып терең тыныстап, бүкіл жан дүниеңізбен ауаны сезініңіз. Өзіңіздің денеңізге қайтадан оралыңыз, рухыңызды оралтып, назарыңызды бір жерге шоғырландырыңыз. Осы адамға ең үлкен тыныштық, демалыс сыйлайды екен. Қазір Европада медитациямен айналысатын адамдар өте көп. Сол арқылы олар өздерінің серпімді ойлауларын сақтайды. Ал серпімді ойлаудың ең үлкен жауы не? Ол дырыңдап мазаңызды алатын телефон. Кейбір адамдардың жанына мәңгі телефон түспейді. Бір нәрсе ойлай бастаса, сылдыр етіп сигнал кеп жатады, дырылдап жатады, соның назары шашыла береді. Бір жолда көп жақтылы ойлау адамның санасын фокустауынан аулақтап, адамның серпімді ойлау қуатын жояды дейді. Сондықтан телефонды үнсіздікке теңшеп қоюды үйреніңіз. Мен өзім солай әдеттеніп жүрмін.
ешқандай сигнал келмейді. Керекті кезінде көбінде өзім қайтарып, өзім хабарласып жатамын. Бір нәрсеге назарымды шоғырландырған кезде көлденең керексіз информацияларды мазалауды мүлде қаламаймын. Бұл менің осы кітаптан алған, жиған ең үлкен нәрім деп айтуыма болады. Жаңағы жұмбақтың шешуін енді айтайын. Әсілі үшемдер еді. Маржори мен Маргита әсілі үшемдердің біреуі еді. Бірақ сіз жаңағы жерде ойладыңыз, Маржори және Маргари деген кезде олардың белгілері барған сайын егіздерге жуықтай берді. Егіз қыз көз алдыңызға елестеді де, сол бір ұғым басқа мүмкіндікті тысқары қалдырып тастады. Адамның миы әдетте өзін ең үнемдеп жұмсайды. Сіз аналитикалық ойладыңыз, талдау жасадыңыз. Ол көбін егіздерде болатын қасиеттеріңізде соған тіреліп қалдыңыз. Міне бұл аналитикалық ойлаудың төмен дәрежелі ойлау формасы екендігін, ал серпінді ойлаудың жоғары дәрежелі ойлау формасы екендігін дәлелдейді. Бұл кітапта және бір қызықты мысал айтылады. Бір докторханада егер бір тәжірибелі дәрігерлер болмай қалған кезде аурудың емделіп сәтті шығу мөлшері көрнекті жоғарылап кетеді. Бұл қызықты нәрсе. Сонда бұны зерттеген кезде кейбір аурулар әрине үнемі кезігетін аурулар. Оған барынша тәжірибелі дәрігер керек болады. Үнемі кезікпейтін ауруға ұшыраған науқастар тәжірибелі дәрігерге барған кезде ол бұрынғы дағдысы бойынша шешім шығара салады. Кесім жасай салады да, одан қателік үнемі ұшырасады екен. Сондықтан кейде адамның тәжірибесі өзіне жау болып та жатады. Ал енді Младинов былай дейді. Қазір 10 жылда бір үлкен ғылыми жетістіктерге жетіп жатыр. Адамзаттың білуге тиісті, үйренуге тиісті нәрсесі оның аналитикалық ойлау жүйесі көтере алмайтын шекке кетіп бара жатыр. Сондықтан бұдан кейін серпімді ойлау тек шығармашылық, тек жасампаздық үшін ғана емес дейді. Тапқырлық жарату үшін ғана емес, тірі жүру үшін, кәдімгі өз наныңызды тауып жейтін өмір сүру үшін, ел қатарлы өмір сүру үшін де керек болады дейді. Sorry, this is so weird. Can humans and robots get along? I think people will become very close to their artificial intelligence, using them to expand the knowledge of their own minds. Машиналасқан механизмдер, компьютерлер адамның қарапайым ойлауын бірақ еліктей алатын болды. Тек олардың қолынан келмейтін жасампаз ойлау ғана адамды алып қалатын жалғыз мүмкіндік болып тұр. Ал енді көптеген қазақтар айтыс өнерін сүйеді. Айтыс өнері қазақтың бір ғажайып өнері, киелі өнері. Айтыстың ең керемет жері ойламаған сөздерді тауып айтатындығы. Сол бір саханада делебесі қозып, ақынның шабытына мініп кететіндігі. Өзі де ойламаған сөздерді айтып тастайтындығы. Өте шабытына мінетін сол бір кезді бүкіл халық өте жақсы көреді. Міне бұл нақтылы, жаңағы эластик, нақтылы серпімді ойлау дегеніміз осы. Кейде ақындар сахнаға шығарда өзінің не айтатынын да білмей шығуы мүмкін. Кейде ойланып жазса да соны жаза алмай қалуы мүмкін. Бірақ нағанау сахнада арқаланып, жаңағы шабытына мініп кетуі, ол да сол мидың сырлы күші болып табылады. Ендеше өзіміздің миымыздың орасан зор сырлы күшінен пайдалана білуіміз керек. Ол үшін назарымызды жинақы ұстауымыз, керекті білімді қабылдауымыз, керексіз телефон сияқты нәрселердің назарымызды үнемі жаулап, бізге ойлануға мүмкіндік орай сыйламайтын жағдайын жоққа шығаруымыз керек. Телефоннан бір уақ алыстап, бүкіл электронды нәрселерден бір уақ алыстап, жан дүниемізге, ойымызға, миымызға, санамызға демалыс беруіміз керек. Ол демалыс сізге алтын байлық сыйлауы әбден мүмкін. Сонымен бұл кітап баянымда соңына жетті. Сіздерге де Леонард Младиновтың бұл керемет идеялары сіздерге де қонымды болса екен деп тілеймін. Біздің осындай кітап баяндарымызды үнемі менің YouTube каналыма жазылу арқылы уағында көріп отыра аласыздар. Мен өзіме ұнаған идеяларды, ұнаған тың жаңа кітаптарды үнемі сіздермен осындай қарапайым қазақ тілінде ортақтасып отыратын боламын. Сіздермен ой ортақтасқан Ықылас Оразбай.